Сәлем, қайырлы күн оқырман. Бүгін сіздерге өте жаңаша әрі жасалу жолы өте оңай, қамырын ешқандай да ашытпай, қамырды елемей дайындайтын осындай пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, жоғалтылмас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Дәл осындай жұмсақ болып, демдеп пісетін осындай пиццаны сіздер де жасап көріңіздер. Алдыменен айранымыздың үстінен тұзымызды, шекерімізді және разрыхителімізді, бір дана жұмыртқамызды жарып салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден мұқият қарап жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымыз аз-аздан қоса отырып, венчиктің көмегімен жақсылап қамыр болғанша араластырып алатын боламыз. Бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Дәл видеодағыдай масса болып шығуы керек. Оның да басқа заттардың барлық грамдарын жазып қойғам. Дәл сол бойынша жасасаңыздар, пиццаларыңыз бір жасағаннан ұқсап шығатын болады. Дәл осылай қамыр болып дайын болады. Енді осы қамырымызды алдын ала пергамент қағаз төселген нестемізге қойып, пергаменттің үстінен аздаған майымызды жағып алатын боламыз. Содан соң үстінен осылай жаңағы дайындап алған пицца массасын осылайша үстінен құйып, дәл видеодағыдай етіп қасықпен барлық жеріне бірдей етіп орналастырып алатын боламыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін үстінен осылай кетчупымызды, сосын майонезімізді, аздаған майонез жағамыз, не болмаса жақпасаңыздар да болады. Кетчуптың өзімен пісірсеңіздер де болады. Дәл осылай барлығын кетчуп пен майонезді жағып алғаннан кейін алдын ала туралған сосисканы, не болмаса колбасаны майда ұсақтап етіп турайсыздар. Егерде сосиска болса, дәл видеодағыдай етіп турап аласыздар, не болмаса колбаса болса, майдалап турап аласыздар. Дәл осылай сосискамен жасап жатырмын мен. Сосискамызды турап бетіне дәл видеодағыдай етіп орналастырып, үстінен моцарелла сырымызды дәл осылай үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз, достар. Сонда біздің пиццамыз толық пісіп, әрі жұмсақ болып пісетін болады, достар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егерде қамырын елеп ашығанын күткім келмейді дейтін оқырмандарым, бұл рецепт сіздерге арналады. Дәл осылай пісіп шыққан пиццамызды осылайша кесіп балаларыңызға ұсынсаңыздар, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Рецепт сіздерге пайдалы болған болса, жоғалтылмас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Сау болыңыз.